Yana qasında qılmızkerler tutulmaz. Dəlildə tez tabarda Sherlock Orta boyda akılda Qılmazda bolaşadı. Әділетті көрнатады Sherlock Шығып барамын. Шерлоктан бұрын табыңдаршы. Тауыстың қауырсынын қырқып тастаған кім? О, я, сен сұлусың, сен әдемісің, қандай кереметсің. Қай кезде болмасын осындай мүлткісіз, таңқаларлық әсемдікті кім көріпті? Леон! Оу? Дауыс сен өте көріктісің. Мен де сен сияқты көріктімін. Бірақ саған сәл-пәл жетпеймін. Бір сағаттан соң таксофонның жанында кездесек, беймәлім сұлу бикеш. Кереметсің. Мұнда біреу бар ма? Міне, мұнда қараңдар, әлде сұлумын. Сен крикет ойынын жақсы көремісің, Шарлот? Ол ережесін ешкімде түсінбейтін жалықтыратын ойын. Бұл ойынның жақсы жері ойыншыны жүгіртіп қояды. Бірақ сен Уистершир чемпионатын тыңдаған болсаң, оны түсінер едің. Бұл ойынды дұрыс бағалауың үшін мен саған оның бірнеше қарапайым қағидасын айтып өтейін. Крикет ойынында ережелер өте маңызды. Ол ойынның жаны іспеттес. Крикет жарысы жап-жасыл алаңда өтеді. Ол ойынға 2 топ қатысады. Әр топтың 11 мүшесі болады. Алаңның диаметрі 137-де 150 метр. Крикет ойынының заңында өлшемі мен формасы жазылмаған. Бірақ ойын алаңы сопақтау болып келеді. Өз басым бұл Шарлот, қатты қызық. Айтайын дегенім бұл Гермиона. Бұл сен бе едің, Таус? Я, біз қазір тез арада сонда боламыз. Жоқ, Шарлот, сенің крикет ойынын күте тұра. Бізге тергеу жұмысын жүргізу керек. Не? Бұл дегенің сұмдық қой. Бұл мен үшін қайғы, менің қауырсындарыма қараңдар. Жарайды, ол қайта өсеттеп үміттенем, солай ма? Біз ойын біткенше күте аламыз. Жоқ, Шарлот, тергеу жүргізу біздің міндетіміз. Мына сұмдық қылмыстың бетін ашпайынша кете алмаймыз. Дұрыс айтасың, Гермиона. Қылмыскерді мүмкіндігінше тезірек табуымыз қажет. Содан соң мен ойынның 2-ші бөлімін тыңдаймын. Жақсы, сонымен беймәлім сұлу бойжеткен саған таксофонның жанына кел деп хат жазды. Содан кейін қылмыскер сені итеріп, жерге құлатты. Ол сенің көздеріңді қызылшылықпен байлап тастағандықтан сен ештеңені көрмей қалдың. Ол болса сенің қауырсындарыңды өткір қайшымен қиып тастады. Сенің дұшпандарың бар ме? Жоқ. Мені тек еркектер ғана қызғаныштан жек көру мүмкін. Мен өте әдемімін. Көршілерімнің барлығы бикештер, олар мені жақсы көреді. Көңіліңді қалдырғың келмейді. Бірақ мына айғаққа қарасақ, бұны істеген бикеш екеніне шүбә келтірмеймін. Және ол тырнағын өте ашық қызыл түспен бояйды екен. Көрдің бе, Гермиона? Шынында да шұлық жыртылған, бірнеше рет қайта қалпына келтірілген. Жә, қойыңдаршы. Бикештер менің қауырсындарыма ешқашан шабуыл жасамайды. Мен өте әдемімін. Кейбір елдерде менің есімімді естігеннен ақ сұлу құстар қанаттарын жайып шығады. Тауыс өзін сабырлы ұстамаған секілді. Күдіктілердің тізімін өзіміз жасауымыз керек сияқты. Тауыс десе ішкенасын жерге қоятын сұлу бикештерден басқа. Дұрыс тұжырым, Гермиона. Шерлок, сен қайда барасың? Мен енді үйге барып, мен қойын дәптерімді алып келсем бе деп едім. Ал менің ойымша, сенің крикет ойынын тыңдағың келген сияқты. Иә, оны мойындаймын. Қане қазір ойын басталады. Таң қалып тұрмын саған, Шерлок. Міндетіңнен бұрын өз рахатыңды ойлаймысың? Мен бе? Жоқ, мен өмірімде олай жасаған емеспін. Сен мына ыдыстарды ретімен қой және абайла. Қараңыз, Стас, мен оларды жақсылап жасадым. Мен жауапкершілігі зор өгізбін, Гермиона. Қане кеттік. Қайырлы таң, Тарбаған. Біз сенің көршің Тауыстың жағдайына байланысты шұғыл тергеу жұмысын жүргізіп жатырмыз. Бірінші маңызды сұрақ, сенде радио бар ма? Шерлок. Иә.
Айтшы, сен қайшыларды жақсы қолданасың ғой, солай ма? Иә, мен әрбір нәрсенің әдемі болып тұрғанын қалаймын. Шаш қию мұнда кірмейді. Тауыс көршің туралы не ойлайтыныңды сұрасам бола ма? Тауыс па? Ой, ол сұлу қыздардың мазасын алу мен уақытын текке кетіреді. Мен ол қыздарға көңілдеріңе алмаңдар деп қолымды сермеймін және Леон деген сөзден миым айналып қашқақтаймын. Айтатын әнін және сол әнімен жұрттың бәрін оятатынын айтпай-ақ қояйын. Қызық, сол себепті сен Тауыстың құйрығындағы барлық ауырсының өткір қайшымен қиып тастағың келді ме? Бірақ мен сыйлы ханымын, ал сыйлы ханымдар олай қылмыс жасамайды. Ешқашан. Солай шығар. Тауыс десе есінен адасатындардың қатарына кірмейтіндер туралы білемісің? Әрине, сыйлы ханымдар клубы мүшелерінің барлығы Тауыс клубын ұнатпайды. Қызық, клуб мүшелерінің тізімін бере аласың ба? Ол клубтың мүшесі үшеуміз, Тырна, Гиппо ханым және мен. Тағы бір нәрсе. Мынау біздің айғағымыздың бір бөлігі. Сен мұны киіп көре аласың ба? Әзілдеп тұрған боларсың, бұл дегенің сыйластыққа жатпай? Намысшыл ханым қылмыс жасапты деп ойлағанымызды қалаймысың, Тарбаған? Оу, жарайды. Қане анашылықты маған берші. Ол саған қолғап сияқты үлкен екен. Рахмет, бірақ мен мұндайды ешқашан кимеймін. Үй шаруасымен айналысып жатқанда мұндай шұлықтар жиырылып, аяқтан түсіп қала беретін секілді. Сол себепті шұлықтар кедергі келтіруі мүмкін. Рахмет, Тарбаған. Білесің бе, Шерлок, ойынды тыңдаудан бас тартқаныңа қуаныштымын. Тәлімгерің сені мақтан тұтатын болар. Шерлок? Я, мен мұндамын. Мен хат күтіп жүредім. Қайырлы таң. Кіргендеріңді естімей қалдым. Сәлем, Тырна. Тауысқа қатысты сұрақ қояйын деп едік. Тауыс? Иә, ол жақсы көрші және бәрімен тату. Рас па? Бірақ сен Тауыс клубын жақтырмайтын сыйлы ханымдардың қатарынан емессің бе? Оның рас. Сонымен қатар сен хайуанаттар бағының хабаршысы деген журналдың бетінен түспейсің. Бір-біріңе қарсылас екенсіңдер. Тауыс клубы өсек айтпаған соң сыйлы ханымдардың қатарына қосылды деп ойламаңыздар. Мен мұны Тарбағанның көңіліне қарап істедім. Егер олай жасамаса, бұл менің беделімді жоятынын айтты. Және мынаны киіп көресің бе? Бұл саған үлкен сияқты. Тырнағыңа жаққан қызыл жылтыр бояуға ұқсайды екен. Патч Маквойттың лақтырса тамаша болған секілді. Шерлок! Я, керемет, көп рахмет, Тырна. Сенің аяқтарың шынында да көз тартарлық. Шерлок, біз қызғылт қоқиғазды кездестіргелі сен бір түрлі болып жүрсің, Шерлок. Мен бұрыннан осындаймын, Гермиона. Әртүрлі оқиғаға тап болған детективтің түрі осылай көрінеді. Оның рас. Мен шынында да Тауыстың клубын ұнатпаймын. Сыйлы ханымдардың мүшесімен және оны мақтан тұтам. Мынаны көрдің бе, Шерлок? Қызыл тырнақ бояуы. Сен не үшін ол клубқа қатысасың? Себебі мен бұдан арыға төзе алмадым. Алғашқыда оны қабылдау мен үшін үлкен мәртебе болатын. Бұл менің салонымның беделін арттырды. Бірақ ол өзін мақтайтыны, жұрттан өзін артық көретіні мені жалықтырып жіберді. Сосын, оны істеген менмін, мойындаймын. Тауыстың қауырсындарын қағып тастаған сен бе? Не? Жоқ, олай емес. Мен Тауыстың салондағы суреттеріне мұрт салып тастағам. Бірақ Таусты жерге құлатып тастауға күші жететін жалғыз күдікті осы емес пе? Қалай ойлайсың? Қарсылас командалға қырылысу үшін... Шерлок, мені естіп тұрмысың? Мынаны киіп көресің бе? Әрине. Кешір, ол менің өлшемім емес. Және олар жиналып үйлеріне қайтады. Ау? Шерлок, саған дауа жоқ екен. Сенің қалай қарайтыныңды білемін. Бірақ осыған бола көңіліңді түсінмеуің керек. Мен қылмыскердің кім екенін білем. Сен қалай ойлайсың, жас детектив? Егер назар салып қараған болсаң, бәрін түсінгенің анық. Қане, тағы бір қайталап өтелік. Таусты біреу жерге құлатып, көздерін жылтыр қызыл тырнақ бояу жағылған шұлықпен таңып тастайды. Содан соң Таустың дұшпаны оның құйрығындағы барлық қауырсындарды өткір қайшымен қырқып тастайды. Таустың клубын ұнатпайтын сыйлы ханымдар үш күдікті болып саналады. Тырна, Гиппо ханым және Тарбаған. Олардың үшеуі де Таусқа өшігіп жүр. Солардың тек біреуі ғана қылмыскер. Қайсысы деп ойлайсың? Қойыңдар
қаршы мына үш ханымның ешқайсысы бұлай жасамайды, олар мені құрметтейді. Сенбессің, Тауыс. Бірақ мен тыңда. Тарбаған, сыйлы ханымдар клубының негізін салушы ретінде Тауыс клубын ұнатпауыңа тамаша сылтаулар бар. Оған қоса сен қайшымен жұмысты жақсы істейсің. Бірақ сен Тауысты жерге құлата аласың ба? Гиппо ханым, сен де Тауысты аса ұнатпайсың. Және сен оны жерге құлата алатындай ауырсың. Бірақ оның көздерін жауып тастаған мына шолық шынында да сенікі ме? Негізінде тек бір ғана күдікті жылтыр қызыл тырнақ бояуын қолданады. Және сылтауы да бар. Ол үнемі шұлық киіп жүреді. Оны өздерің жақсы білесіңдер. Солай емес пе, Тырна? Себебі қылмыскер сенсің. Бірақ бұл мен емес. Мен ешқашан Тауысты жерге құлата алмаушы ем. Жаттығуымның арқасында сымбаттымын және арықпын. Міне, сондықтан Тауысты жерге құлатып, оның қанаттарын қырқып тастау үшін артық салмақтан арылу мақсатында осы жаттығулармен айналысқансың. Солай ма? Мен жасадым, бірақ сен қателік жібердің, Шерлок, иә. Рас па? Сонда қалай? Мен Тауыстың қауырсынын қызғаныштан қырқып тастағам жоқ. Мен оны жақсы көретіндіктен солай істедім, мен оны ұнатам. Тырна. Мен оны жақсы көрдім, бірақ ол тек өзінің сұлулығынан басқа ешкімді көзіне ілмеді. Және ол маған ешқашан көз қырын салған емес. Бұл сыпайылыққа жатпай дегенмен неткен Саған романтика. толықтай қосылам, Тарбаған. Бірақ қылмыс жасаған соң, оның жазасын өтеу керек. Шарлық, Ойстершир крикет ойынын қайта тыңдайын дей көрмеш. Өтінем сенен. Әрине тыңдаймын. Мына тергеу жұмысымен айналысам деп, осы ойынның кейбір жерлерін өткізіп алдым. Және ойын басталды. Қане, бастаймыз.